Барша зейнетақы және жәрдемақы алушылар көріңіздер. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұмытпаңыз. 2025 жылы жәрдемақы мен зейнетақы жүйесінде қандай өзгерістер болады? Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын арттыруға қатысты депутаттардың сауалына жауап берді. Бұған дейін депутат Таңсәуле Серіков бір мезгілде зейнетақы мен мүгедектігі бойынша жәрдемақыны алу құқығын беруді ұсынған болатын. Мемлекет беретін мүгедектігі үшін жәрдемақы және жасына байланысты зейнетақы әлеуметтік төлемдердің түрлері және олар әртүрлі өмірлік тәуекелдерге негізделген. Мүгедектігі бар адамдар зейнеткерлік жасқа толғанда зейнетақы алуға негіз болмаса, құқығы жоқ объективті жағдайда байланысты жиынтаушы зейнетақы қорында жарналары жоқ, мүлде жұмыс істемеген. Мүгедектігі бойынша алып отырған жәрдемақының мөлшері сақталады. Сонымен қатар оларға оңалтудың жеке бағдарламасы бойынша қарастырылған техникалық құралдарды мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен тегін және өтеусіз негізде тұрақты пайдалануға беріледі. 2025 жылы жәрдемақы мөлшері жалпы ауруы бойынша мынандай болады. Бірінші топ үшін 101.702 теңге, екінші топ үшін 81.362, үшінші топ 55.474 теңге. Ал мүгедектігі бала кезінен болса, бірінші топ үшін 101.702 теңге, екінші топ 84.598 теңге, үшінші топ 74.428 теңге болады. Бұл нормалар халықаралық тәжірибеге сәйкес келеді. Осыған орай бір мезгілде зейнетақы мен жәрдемақыны алу бюджетке айтарлықтай ауыртпашылық түсіретінін ескере отырып, қазіргі уақытта аталған мәселені қарастыру жоспарда жоқ екенін хабарлаймыз, дейді премьер-министрі. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасындағы инклюзивті саясаттың 230 жылға дейінгі тұжырымдамасы әзірленіп жатыр. Биыл 6 қарашада үкімет отырысында мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау мәселесі қаралды. Онда орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар өзекті мәселелерге қатысты есеп берді және жаңа бағыттар ұсынды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.